Жаздың қамын қыста ойла деп осындай керемет аджика жыл сайын жабамын. Сіздер де менің тәсілімен жауып көріңіздер. Құрамын толық астына жазып кетемін. Ең әуелі ет тартқыштан сарымсақты, қызанақ, қызыл болгар боршы, ащыны барлығын өткізіп алып ыдысымызға саламыз. Дәл осы құраммен осындай 5 литр шығады. Дәміне қарай тұзын және де сұйық майды салып жақсылап араластырып қақпағын жауып қайнатуға қоямыз. Қайнап шыққан соң астын кішкене баяулатып 40 минут қайнатасыздар. Арасында міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. 40 минуттан соң осыны әдемі түске енеді. Жаңағы сарымсағымызды, ұсақтап туралған укроптың бір болмасын салып жібересіздер да жақсылап араластырып 10 минут бұрқ етіп қайнатасыздар. Бізде осындай әдемі болып пісіп шығады. Енді осыны стерилденген банкілерге құйып жақсылап жауып аласыздар. Мен осындай кішкене томатный банкаларға жауып шықтым. Жақсылап жапсаңыздар ештеңе де етпейді, немесе 1 литрлік банкіге жапсаңыздар болады. Видео пайдалы болса лайк басып сақтап алуды ұмытпаңыздар. Парақшам пайдалы.